Саламатсыздар ма? Мен Олжан Нұғыман, киім дизайнері. Бүгін Brother Star 55 электромеханикалық тігін машинасын мен танысатын боламыз. Brother Star 55 көп функционалды тұрмыстық челного көлденең айналмалы тігін машинасы. Электромеханикалық тігін машинасы 27 түрлі операция тігістерін тігеді. Brother Star 55 тігін машинасы жеңіл және орташа қалыңдықтағы мақта мата, трикотаж, синтетика маталары тігуге арналған. Бұл машина жаңадан үйрене бастаған немесе білікті тігіншілерге арналған. Тігіс түрлері ирек сызықты, декоративті, трикотаждық, түзу, әсемдік, ашық торламалы. Тігістің ұзындығын, енін қолмен реттеп отыруға болады. Жіп шпулькаға автомат түрде орау үшін біз шпульканы өзінің тұғырына орнатамыз. Одан кейін катушка жіпті де өзінің тұғырына орнатамыз. Бекітеушінде жіпті бекітеміз. Одан кейін жіптің ұшын алып, өзінің жаңағы машинада көрсетілген пункттерлі сызықтар арқылы жіпті сабақтаймыз. Жіптер өзінің пункттер сызықтар арқылы бағыттауыш сызықтар арқылы өтеді де, оны шпулькаға сабақтаймыз. Жіптің ұшын шығарып аламыз да, жіптіні өзінің тұғырына итереміз. Сабақта болғаннан кейін машинаны іске қосамыз. Педальды басу арқылы жіпті ораймыз. Машинаны өшіреміз. Шпульканы өзінің бері қарай тартып, шпульканы өзінің тұғырынан аламыз. Одан кейін мына шпульканы жаңа көлденең орнатылғаннан кейін оны жаңағы пластмассовый крышканы ашамыз да, шпулькамызды өзінің мына жерде схемасы бар. Челнокты жіп көлденең тұрған челночный механизмге салып, сағаттың бағыты бойынша жіпті орналастырамыз да, шетін осылай жіп бағыттаушы арқылы жіберіп қиып аламыз. Одан кейін пластмассовый крышканы жауып, астыңғы жіпті сабақты орнатып болғаннан кейін келесі инеге сабақтаймыз. Ол үшін жаңағы катушканы өзінің тұғырына орнатып бекітпесін жауып, одан кейін жіптің өзінің пункттерлі сызықтар арқылы өткіземіз. Одан кейін оның арасындағы бір крючок рычагтан өткіземіз. Одан кейін төменге қарай бағыттап, жіп өткізгіш бағыттауыштан өткіземіз. Бұл машинада жіп автоматты түрде сабақталынады. Ол үшін біз рычагты төмен қарай түсіру арқылы жіпті оған жаңа өзінің ілмегіне шалып аламыз да, одан кейін жіберіп қаламыз. Сол кезде жіп автомат түрде өзі сабақталынады. Сабақталынады да, оны жіпті табанның астына. Машинаның жылдамдығын аяқ педалі арқылы реттеп отыруға болады. Негізгі механизмдеріне шпулькаға автоматты орау механизмі, тігістің ұзындығын, енін, тартылуын реттейтін айналмалы дөңгелектер, ілмекті сабақтайтын рычаг механизмдерінен, заттарды сақтайтын блоктан, платформадан қосып өшу кнопкасын, маховик, аяқ педалі, табанды көтеру рычагы жатады. Машинаны майлап тұру керек. Машинаның маховигі тек жұмысшыға қарай айналдыру керек. Машинаның айналу жылдамдығы минутына 1300. Ине шаншым ұзындығы
4,5 мм, ирек тігісені 7 мм-ге дейін барады. Бұл машинаның салмағы 6 кг. Қолданылатын иненің нөмірі 130 70 H. Қолданылатын жіп мақтамада номері 30-80 немесе идеал жібін қолдануға болады. Және бұл машинада автоматты түрде ілмектеп тігіп береді. Бұл машинада тігістерді тігуде екі секторы бар. Жоғарғы секторы бұл негізгі тігіс түрлері болса, төменгі SS, трикотажды, стрейчті, торлау тігістерді тігуге арналған. Оң жағындағы окошко және жанындағы құрылғы осы операцияларды ауыстырады. Бұл құрылғыны қолданған кезде ине міндетті түрде жоғары тұру керек. Сол кезде ғана оны қозғалтып ауыстырып отыруға болады. Енді мен қазір тіккен кезде міндетті түрде тігісті бастамас бұрын тігістің басында соңында бекітпе жасау керек. Оны мына жерде жаңа құрылғы, реверс немесе бекітпесі басамыз. Біз қазір машинаны тігіп басып отырамыз. Соң машина кері қарай жүріп бізге бекітпе жасайды. Содан кейін ары қарай тігіп ең соңында келген тағы да осы реверсті немесе бекітпені басамыз. Машина ары қарай кері жүріп, кері бері жүріп бізге бекітпе жасап береді. Содан кейін машинаны соңына жіпті тіккеннен кейін міндетті түрде машинада жіп қалу керек. 10-15 см машинада жіпті қалдырамыз. Тұрмыстық машина туралы мәліметтер ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.